Қытай, Иран және Италия ғалымдары клиникалық деректерді негізге ала отырып, коронавирус жұқтырған адамның неге дәм және иіс сезу қабілеттерінен айырылатынын анықтады. Зерттеу нәтижесін Science Alert басылымы жариялады. Адамға тұмау тиген кезде мұрны бітеліп, содан дәм мен иіс сезетін рецепторларға молекула жетпей қалады. Аносмия, дәм сезудің жоғалуы содан пайда болады. Алайда COVID-19-ды жұқтырған науқастың мұрны бітелмейді, бірақ сонда да дәм мен иіс сезбей қалу сынды белгілері байқалады. Мұның сыры неде екенін білмек болған ғалымдар инфекция жұқтырған науқастардың мұрнын компьютерлік томографияға түсірген. Томографияда науқастардың дәм сезуге жауап беретін мұрын бөлігі ісініп, шырышпен қабаттас бітеліп қалатыны көрінген. Ал мұрынның қалған бөлігі ашық, сондықтан да адам тұмаудағыдай сияқты ауа жұта алмай қиналмайды. Басында COVID-19 инфекциясы адамның дәм мен иіс сезу нейрондарын жарақаттап, содан адам иіс сезінуден қалады деп болжам жасалған еді. Алайда ағзаға түскен коронавирус мұрынның шырышты қабатын қабындыратын ACE2 ақуызын бөлетіні белгілі болды. Мұндай ақуызға қарсы тұру үшін мұрынның иммундық жүйесі ісініп, сезім нейрондарын бұғаттап тастайды. Ал ағзаның иммундық жүйесі коронавирусты жеңген кезде ісіну басылып, адамның дәм мен иіс сезу қабілеті қайта қалпына келеді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.